Талдықорған Өскемен тас жолын салып жатқан City Construction атты Қытай компаниясында жергілікті жұмысшылар мен шетелдік азаматтар арасында қақтығыс болды. Қақтығыстан Қанат Жамбыл атты азамат жарақат алған. Оқиға орнына Алматы облысының әкімінің орынбасары, Алматы облыстық полиция департаментінің бастығы барған. Жергілікті жұмысшылар шенеуніктерге еңбек жағдайының нашарлығын, мигранттарының көптігін айтқан. Әріптесім Самал Қабышева оқиға орнына барып, эксклюзив сұхбаттар алып келді. Мына жерде бүткіл жігіттердің жиналып тұрғаны 4 Қытай бір қазақты соғып, тепкілеп ұстағанда болып тұр. Күрекпен соғып, не деген сұмдық, не деген азғындық. Әлеуметтік желі арқылы тараған бұл видео дүйім елдің жағасын ұстатты. Ал 3 Қытай азаматынан таяқ жеді деген азамат міне 21 жастағы Жамбыл Қанат бізге сұхбат берер алдында ғана әкімшілік соттан шыққанын айтты. Сөзінше оны ұрған 3 Қытай азаматы 10 күнге қамауға алыныпты. Ал жәбірленуші кикілжіңнің жолдың бойында жұмыс кезінде шыққанын айтады. Главный инженері трактор қаға берген соң тракторден түскем. Сосын жаймай істей алсаң істе, істей алмасаң істеме кет деген. Жөн сұрадым, күрекпен аяғыма ұрып жерген. Сосын неге бұлай істедің деп жағасынан алып үлгірдім, Қытай кеп ұрып кеткен. Сосын жерге құладым. Құлаған соң текпілеу болды, сосын тұрдым. Сосын директор кеп ажыратып алған. Бір қазаққа 4 Қытайдың жабылып кеткенін естіп, ертесі күні тағы да Қытай мен қазақ арасында төбелес болып, соққыға жығып жіберген қытайларды. Енді ол қазақ балаларды ұстап алып, қазір естуіміз бар, енді заң адамдарынан өте қатаң жазаға тартылады дейді. Ал енді оларға заң, біздің азаматқа заң қатаңда, неге Қытай азаматтарына заң өте жеңіл? 10 күннен неге олар жазаланады? Ал болған қақтығыстан кейін бірден Алматы облыстық полиция департаментінің бастығы Мұрат Ұрымханов оқиға орнына барып, істің мән жайын анықтап білген. Бірақ арнайы органдар әзірге ресми мәлімет таратқан жоқ. Ал Жамбыл 3 Қытай азаматы жабылып, мойнынан қылқындырғанда бетімді қорғап, бүркеп жата бердім дейді. Ол осы жағдайдан кейін үрейленіп қалғанын айтады. Артық сөйлеуге қорқатынын да жасырмайды. Жұмысшылар арасында қақтығыс Қапал ауылына бұрылыс маңында болған. Бірақ дәл қазір бұл жерде жұмыс істеп жатқан адамдар жоқ. Және оқиға жайлы ешбір адам тіс жарып айтқысы келмейді. Оқиға болған жерде жұмысшылар түнейтін жатақханаға арнайы полиция мен күзет қойылған. Целик безопасности тұрды. Қанша күн болды тұрғандарына? Қытайларға барып қазір, зарплат көтермейсің ме десең, зарплатты біз көтере алмаймыз дейді. Жансүгіровтің әкімі келіп, бізге зарплатты көтермес, Жансүгіровтің шақыр заводына адам қалған жоқ, жұмысшының бәрі тартып алды. 150 мың теңгеден ары қарата көтерме деп айтты. Рас па жігіттер? Рас. Ал енді сонда мына Жансүгіровтің әкіміне қытайлар қымбат болып тұр ғой, сонда қазақтар емес. Қытайдың любойынан барып тұраңыз, 500 мың теңге зарплата алады. Рабочие. Рас па? Олар оң түк істемейді, олар жұмыс істемейді ғой. Бастығы 750 мың теңге алады. Жанында отырады қарап, 750 мың теңге. А біз ертең 12 сағат, 26 сағат жұмыс жасап жүріп, алатынымыз 150 мың теңге. Күлі алып аласың, басын біріктіреді. Баған үйретіп қойшы телефонға түсіріп. Қас, әкет, қос. Ішке симойды. Қазір өзің білмейді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, қалай? Ана ішті, бітіп тұр ғой, Іші тоғып тұр, біз ең сыртта тұрамыз енді. Тілеп. Онда бірдеме қол қойдыру керек. Ертең келе алмай. Сонда бір қағаз ба бірдеме жазу керек. Қорқып кетті халықтан. 27-сі ма? 27 халықтан қорқып алды.
Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Қытайлар өлсе келмейді мысалы. Бля, келмейді олар. Біз таудан келедіміз burada. Борандасып. Жол жоқ. Йо, красавчик, бля, міне. Нағыз әкім. Жігіт деп сен айтып көрді. Таудан бля. Таудың үші бля, жолдан. Жол жоқ, айтып талай жетті келеміз дейді, мәште жоқ. Мәште жоқ. Шарайын деп тұрмын. Қайдан алып көдейін деп тұрмын не? 27-сін ауыстырайын деп жатыр. Ауысырып тастады 27-сін. Неғып білмейміз, біз неге білмеуіміз керек, неге сотталып жатыр? Жазғаны соттан барып сұрап жатыр. Өзін білмей тұрамыз ба сонда? Ол да сот жаққа барып сұрау керек. Бостандық! 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 Жиырма жетісі ме жоқ 25 ма? Ертең. Ертеңге. Қона салайық онда ары жүреміз. Бізге орын тапсырсын. Ертең 23-те ме? Ертең сағат 3-те деді. Жаңа біреулер 27-сі деп айтып қойған. Жоқ, қазір адвокат шыққаннан кейін анық сұрау керек. Біз дауыстан келдік. Ne diyorsunuz? 68. 68 nelegal. 68 nelegal. Ал енді қараңыз. Соны кім кіргізді? Ресейден келеді қонаққа. Бір күн просрочка болады. Не болмаса бір күн регистрация кейін болады. Бәленбай мың штраф салып береді оған. Шырылдатып ол байқұсқа. Бізде сол Қытайға сіз бір күн барып нелегал жүріп көріңізші. Иә. Не болатынын. А оларға еще безвизовый жасады ғой. Қытайға. 3 айға ма мына өзбектер дейді. Кіре береді. 3 ай біткеннен кейін бір күнге шығып қайтты. Өрісбек аға ол кісі грамотно сөйлейді. Мен қалай шуламайды осылай жасап Жоқ, шуламаңдар, ертең болмас деп жатыр. Кім біледі, ертеңді айтады, бір күн болады деп сонымен жүре береді. Әдейі халықтың кішкене наразылығын басып. Айғадан біреме боламын, айғадан тұршықпайды. Жоқ, керек емес сондай сөз. Конечно, ол керек жоқ. Ертең тағы да бір күні адам азайғаннан кейін спокойно жібере салады. Жарайды, жақсы, ертең көз. Ертеңнің қалама байлысаға кетеді. Ол адам жақсы ғой, сол кезде өткізіп жібереді. Абра ертең сағат Шегере береді, бір рет, может, бір айдың ішінде. Бостандық! Ертең келсек, біз күнін келдік. Кетпейміз ешқайда. Бүгін болсын. Бүгін болады сот. Бәріміз көз ашық адамыз. Сізді оқымадыңыз. Бәрілеріңіз білесіздер. Бізден жақсы білесіздер. Мен айтқаным президент толықты тыңдайық. Толық соттың несіне көнейік. Хорошо? Түсініп тұрмын, бірақ заңнан артық ешкім кете алмайды. Бәріміз ата заңымызды
Заңсыз екен. Бағынамыз. Заңсыз екен. Ал жер Қытай. Нелегальный Қытай жүргенде не қарап жүрсіңдер? Оған мен енді сізге комментарий беремін. Қалай беремін? Сіздерге айтып мал ауырып қырылып жатыр. Қарамаңыздар, бүткіл Қазақстанға бүкіл дүние жүзіне масқара болмайық. Өз азаматтарын қорғап қойылмаса сол масқара емес пе? Не жағдай? Не үшін? Тарихқа кеттіңіз бе? Тарихқа қатты білесіз бе? Кете аламын. Ал енді мен сөйлеймін, мен ауған соғыс ардагерімін. Тарихқа кеттім. 37-ші жылы бас көтерген Жоқ, біз бар ғой, ол Сен өзің ғой тарих деп тұрған. 5 жігіт туралы айтайықшы. 5 жігіт туралы. Тарих не қылып тұрсың? Жоқ, 5 жігіт туралы айтайықшы. Мен сіздерге айтқым келгені, бұндайға бармаңыздар. Соттың несін тосайық. Қырып қалды. Енді біздің қазақтардың жерінде Қытай бізді ұрып соғу керек пе не? Бірінші ұран, 5 қазағымыз Заңдар бар. Заңды көтереміз. Заңды тыңдайық. Заң түрде болсын онда. Қытайлар қайда? Қытайлар қайда? 5 Қытай қайда? Заң сақтап тұрмыз. Сол 5 Қытай неғып сотталмайды онда заң болсын? Елді қарасын азайтайды деп азаймайды. Бұл жинала береді. Азайтып беріп тұрған жоқ. Енді не айтырсың? Көбейін дұрыс. Бірақ қараңыз, тыңдасаңыз, жауын бәрін тастап, сотты тыңдауымыз керек қой. Сотты до конца тыңдайық. Мен де көтеріп. Ауған соғыс ардагеріне атына сөйлеймін. Ауған соғыс ардагеріне сөйлеймін. Мен соғыс көріп келдім. Олардың адвокаты бар. Қазағымды бермеймін мен. Бермеймін қазағымды. Тыңдашы. Қазір ол кісілердің адвокаттары бар 5-еу. Біреу емес, 2-3 адвокат бар. Бәрлеріңіз соған адвокат болып тұрсыздар. Сол үшін давайте до конца көріңіздер. Қолдаушы. Қорғаушы. Міне қорғаушылар. Қорғаушылар бар. Қорғаушы деген заңды қорғаушылар бар. Заң қорғаушы деген бәрі сол бір. Міне қорғаушылар. Міне қорғаушы. Тоқташ, сізді өзіңізді 41-45-те кім қорғады? 16 жыл соғыстанда тәуелсіздік алған кезде кім қорғады? Былай келсе, біз қорғаймыз. Біз міне қорғаушылар. Қорғау керек. Жоқ, қорғағанда балалар қорғайды. Бақа соттың шешімі жоқ қой. Соттың шешімі жоқ. Ол менің қолымда да тұрған. Аяғында да халықтың Ол менің қолымда да тұрған жоқ. Сіздің қолда тұрған жоқ. Пока сот қой. Сот шешімі болсын толық аяғымен. Сот оны шешемін көресіздер. Не қалдауын соттайын деп отырмын. Білмейсіз ғой, сот шешім болған жоқ. Қалай айталасыз? Соттайын деп отырмын. Сот былай болсын. Мынау халық былай айтады ғой қазір, иә? Халықаралық қой. Қытай мен қазақ, иә? Енді былай істе. Біздің қазақтың жерінде ме? Сот емес. Ауыл ақсақалын жинаймыз қазір. Олар да қатыссын. Ауыл ақсақалдар билер шешеді. Оған мен айтамын. Міне халық шешеді. Заң түрінде ауыл ақсақал шешеді. Біздің ауыл ақсақалдар бар. Қалай заңға бағынбайсыңыз? Ондай айтпайсың. Бәрі біздің ауыл ақсақалдар бар. Аудандық ол шешеді. Болды. Жоқ, ол шешемайды. Заңды шешеді. Ауыл ақсақалдар шешеді. Баяғындай ақсақалдар билер шешкен солай шешеді. Болды. Шақырайын ақсақал. Давай шақырайын. Солай бол. Шешін соған келсін қазақтар. Болды қазақтар. Ondan aytamam. Ondan aytamam. Мен оған айтамын. Ғазиз Отарабайұлы, сізді шешу үшін жібердім өмірді? Ешкім шешу үшін жіберген жоқ. Сіздерге жергілікті атқарушы орган болғаннан кейін біз қызмет еткеннен жерге атқарушы сіздерге келдік.
ертең бұны подследствиесі оңай емес. Сонша халық шақырған біз емес. Келдіңіздер, қорғаймыздар. Сол үшін енді аяқ қызметін тоспайсыздар ма? Сот бүгін екінші болу керек қой. Келіңіздер, сол тосыңыздар. Одан сайын көбейеді. Не себептен созып жатыр? 2 күнге не болды? 2 күнге не себептен созып жатыр? Енді ертең ғой, ертең ғой. Қазақсыз ғой сіздер, қазақ жағында болу керек. Қазақпын иә. Бірақ мен заң жаздың қарап отырмын. 2 күнге не білмеймін неге созып жатқан. Мен айтпаймын шығымен не үшін. Адвокаттар бар. Адвокаттар не деп айтты? Адвокаттар бар ғой. Сіз білмесеңіз, сіз мұнда келіп не бізге мен сіздер тараңыздар деп отырмын. Айғайлағаннан білмеймін сіздерге. Ертең заң жүзінде бар. жеткілікті нәрсе айтпайсыз. Жоқ, жаным, машина жібермей тұр деп отырсыз. Кім айтады? Босатыңдар жігіттерді! Біз халықпыз. Осыншама адамның жинап тұрғанына біз ризамыз. Ел бар, қазақ деген халық бар. Өзінің намысын қорғайтын. Мынау 5 батыр болса, 5 батырдың артында 500 мың, 5 миллион халық бар. Биліктің біз соған көзін жеткіздік. Қазір сен сабыр етіңіздер. Мынау заң деген бар, тәртіп деген бар. Бауыржан Момышұлы өзі айтқан. Тәртіпке бағыну керек, тәртіпке бағынуға қор болмайды. Қазір, білмейді. Ағай, мен сіздердің ақтарыңыздан, сіздердің айтқаныңыз келіп тұрған сөзді қоятын талапты мен қазір айтамын. Ол талап сот процесін созбасын. Мына азаматтарды егер процесті кешіктіретін болса, оған қатысушы, жәбірленуші жақ келмей қалған болса, әлде қандай себептермен жолтаңға қол жетілмей қалды ма? Жоқ әлде Қазақстанның сотын, заңын, мемлекетін, халқын сыйламағандықтан астам жұмысқа келмей қалса да, оны біз білмейміз. Әйтеуір келмей қалды. Оны қалай бағалау әрқайсымыздың еркіміз. Бірақ сот процесі мынандай жағдайда өтеді. Тиісті тараптар қатысқан жағдайда. Онсыз қазір сот процесін өткізгенмен мәселе шешілмейді. Дұрыстап қаралмайды. Сондықтан сіздер оны түсініңіздер. Судья ертеңге дейін қалдырып отыр. Біз оған келіспей тұрмыз. Солай ғой? Сондықтан
Сондықтан кім болмаса біздің талабымыз сот процесі қазір қайтадан бастасын. Қазір біз қайтадан өтініш жасаймыз. Жігіттерді кепілдікке, не болмаса қолғаты арқылы, не болмаса үй қамағы арқылы бостандыққа шығаруды. Осы мәселені шешсін. Содан кейін бір минут. Тыңдаңдар. Менің талабым, біздің айтқанымыз сол заңсыз болса, оны сот орындауға тиіс емес. Біз оны заңсыздыққа итермелеуге хақымыз жоқ. Оған бармайық. Егер қазір сот процесін қайтадан жалғастырып, жігіттерді жаңағы ходатайствомыз бойынша бостандыққа шығарса, соның өзі де жақсы нәтиже. Сотты жалғастырсын. Бірақ Қытайдың өкілі міндетті түрде келтірсін. Келтірмеген жағдайда, демек жәбірленуші жоқ деп есептелсін де, істен жетіп қарап қысқарсын. Қайта не деген деп тұр ғой. Менің сіздерден сұрайтыным өтінішім, артық әрекетке барудың керегі жоқ. Қақтығыс жасаудың керегі жоқ. Біз бұл жерде көппіз деп күшімізді көрсетпей-ақ қояйық. Ол артық нәрсе болады. Біз заң жолымен талап етейік. Заңды сақтауды және оны орындауды соттан да, прокурордан да, басқалардан да талап етейік. Соны орындатайық. Қазір енді бір сәт тыңдайық. Мына кісі заң бойынша қалай түсіндіреді. Біздің талабымыз осы. Осыны шеше ала ма, шеше алмай ма? Соны тыңдайық. Тыңдаймыз. Барлықтарыңыз білесіздер, осы іс бойынша мемлекет айыпты қолдап отырмыз. Енді бағана сотта естідіңіздер бәріңіз. Процесті келісім жасауға келістік. Ертеңге дейін бұл процесті келісім жасаудың өзі процедура, қағаз жазу уақыт керек. Ертең сағат 3-те процесс келісім бекітіп, осында сотқа алып келгеннен кейін жігіттер осына сот залынан босатылады. Қазір енді жаңа Рысбек ағамыз айтты ғой, заңға бағынайық. Қоғамдықтар бұзбай, кішкене шыдамдылық артылады. Келісім бар. Алданыш болмас, алданыш. Бүгін шығарсын. Артыңыздар. Ол уақыт керек. Бізді де түсініңіздер. Залынан босатылады. Мақсаттарымыз сол ғой. Кішкене заңға бағынып, қоғамдық тәртіпті бұзбай. Жақсы ма жігіттер? Кім береді ол? Жоқ, уәдені орындау керек қой. Алды, халық қалды. Nasıl? Жақсы ол, ертең босатса. Жол беріңдер. Барсын. Дұрыс. Сегіз. Бірінші тоқтатымы бүгін міне сөз берді. Қандай ойында шатағымыз жоқ біздің. Міне кеше ғана Жаңаөзен, қазақтың ең қаралы тошқылары Жаңаөзен, осы Арыс және міне Қызылағаштық мәселеде кеп отырған бауырларым, менің елім, менің жерім, менің ұлттарым бәрім. Осы сіздерге рахмет. Міне кеше Жаңаөзенде не болды? Адамдарды атқанын қоймай, ана балаларды бүкіл ананы шырылдатып, бала-шағаны шырылдатып тұрып алып кетті. Сонда біз ештеңе істей алмадық. Бірақ бүгін сіздер көрсеттіңіздер.
Міне ер екенімізді көрсеттіңдер. Алдына тоқтаттыңдар, артыққа бармадыңдар. Мынау тек қана бір ғана 5 бала емес. Біз араладық. Мына кішкентай ғана 3 жасар қыз қараңдаршы. Мамасы кетіп барасың, мына әйел баласы, мына сотталған баланың әйелі. Мама тоқташы, мен бір аумен жасайын депті, папам шықсын деп. Ол жерде бір үйде 3 адам, 4 адам. Ал Жаңаөзенде қанша аналар қырылып қалды. Ана балаларды көтеріле ма дүлгінді? Мыналарды да қырып тастайды. Сондықтан 5 адам емес, 5 адамның артында 50 адамды қырайын деп тұр. Сондықтан міне енді сендерге рахмет. Мына алыста келген адамдар Қызылағаштағы әр үйге қонсын. Міне соны айтайын деп. Мына кетпеңдер. Қызылағашта қазақтың дастарханы бөлінбеген. Қазақтың ешқашан басқасы бөлгенде дастарханы бөлінбеген. Ұялмай Қызылағашқа барып, әр үйге барып жатыңыздар. Ертең сағат дені уәде берді ғой прокурор. Сондықтан осы қалпымызбен бүгін міне келе жатқандар бар. Міне бүгін жеңіс. Біздің жеңіс. Бүгін сендердің жеңістерің. Азамат сыны елдікте, елдіктің сыны ерлікте. Елін сүйген әр азамат ерлік жасауға міндетті. 5 батырымыз елін қалай сүйет, елдің намысын қалай сүйет. Олар малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген жігіттер көрдіңіздер. Әр қайсымыздың намысымызды қорғады ма, 5 батырымызға соңына шейін барамыз. Ертек жергілікті ағайын бұйыртса, ат мінгізетін 5 азамат бар ма? Сыйға бермесе де 5 ат ырымдауға келейік. Қазақ атқа мінсе, таққа мінеді. Бұл елдің басшысы біз, халық, билік біз. Ол біздің ата-заңымызда да көрсетілген. Мемлекеттің бірден бір бастау қайнар көзі билігі ол халық. Біз бұл елде билік біз. Бұл елде әділдікті орнататында біз. Әр қайсыларыңыз саясатпен айналсыңыздар. Ауылдарыңызда жол сабатыр. Соған қараңыздар. Ол сапасы қалай болады? Ертең жол салатын Қытай кетеді. Бізге қандай жол сабаты? Кетпейді. Араласыңыздар бәріне, олар жауапты. Сондықтан саясатқа айналсақ, бұның түбінде саясат тұр, 5 жігіттің түбінде. Біз заңсыз Қытайды кіргізіп қойды біздің елдегілер. Ол есірген, заңсыз келген Қытайдың азаматы өзін еркін сезініп, бұл елде заң жоқ екендерді есірді. Біздің қазақ бауырымыз соны естіген 5 батыр намысты қорғады ғой. Енді 5 батырдың намысы әр қайсымызға сын. Біз біргеміз. Бұл сотқа ертең осы жиналған халық бұдан да көп болып келіп атсалсыңыздар. Осы жігітті ертең ортамызға алып, басымызға көтеріп тұрайық. Алаш қазақ! Алаш! Жақсы рахмет. Кәрчешесі бар. Бұл болымсыз нәрсе, халық ішінде қайшылық. Мұнан өкімет тешу керек. Мына Қытайды басындырмау керек. Өзіміздің 5 ұрпақ, 5 бала, болымсыз нәрсе, халық ішінде қайшылық. Мұнандай созуға болмайды. Өзіміз шешіп алуымызға болады. Қазақстан жасасын. Қазақ елі жасасын. Қытайға жол жоқ. Қазақстанымыз жасасын. Ағайын, біз жеңдік. Бостандық. Тоқтандық.